Баршаңызға қайырлы күн. 5 минутта жасалатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Жұмсақ әрі дәмді болады. Алдымен 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Дәміне қарап тұз саламыз. Оны араластырып аламыз. 1 дана помидор жеткілікті. Оны ұсақтап турап ыдысымызға саламыз. Төрт дана көк пиязымызды ұсақтап турап, оны да ыдысымызға саламыз. Оның үстіне 200 грамм сүт және 100 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған тапамызды, майымызды жағамыз және бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Оны айналдыра дөңгелек етіп аламыз. Асты қызарған соң екінші бетін пісіріп аламыз. Және сырымызды салып, екінші бетін бір-біріне қосып аударамыз. Дәл осылай қалған бөліктерін осылай жасап пісіріп аламыз. Міне достар, таңғы асымыз дайын. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет. Барлық құрамын толықтай описанияға қалдырдым. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.